Достық біздің тірегіміз. Әрине, әр адам бұны әр қалай түсінеді. Бірақ мен оны былай түсінемін. Яғни, достық біздің өміріміз. Себебі достар қиын уақытта әрдайым жаныңда болады. Саған барынша қол ұшын созуға дайын тұрады. 100 теңгең болғанша 100 досың болсын деп бекер айтылмаған. Достардың арасында, шын достардың арасында әрдайым ақиқат және шындық болу керек. Олар бір-бірін ешқашан алдамаулары керек. Жақсы дос саған өтірік айтпайды. Жақсы дос сені ренжітпейді. Жақсы дос әрдайым сенің жаныңда табылады. Жақсы дос саған жаман сөздер айтып, сенің көңіліңді түсірмейді. Төрехан Амина Қабыкен Іңкәр 6 сынып оқушысы, өзін ұстану пәніне берілген «Достық біздің құндылығымыз» атты осы тақырыпқа бізге сүйіспеншілік құндылығы берілген. Және де осы сүйіспеншілік құндылығы туралы менің өз пікірім. Сүйіспеншілік осы күллі ғаламның, әлемнің себепкері. Себебі Алла Тағала әрбір жаратылысты жаратқан кезде оны сүйіспеншілікке бөлеп жаратқан. Және де сүйіспеншіліктің көптеген түрлері болады. Мысалға, ата-ананың балаға деген, баланың ата-анаға, туған туысқа, отанға, бауырға деген сияқты, досқа деген сүйіспеншіліктер болады. Тіпті жан-жануарларға, қоршаған ортаға дегенде сүйіспеншіліктер болады. Осы сүйіспеншіліктердің көбінің арасында мысалға ата-ананың балаға, баланың ата-анаға деген сүйіспеншілігін қарастырып көрейік. Ата-ананың балаға деген сүйіспеншілігі, мысалға ата-ана баласына бар сүйіспеншілігі, бар мейірімін төгіп өсірсе, ол бала өскенде өзіндік тұлға болып қалыптасады. Және де ол өскен кезде, тіпті бала күнінде де жан-жағына мейірімін, сүйіспеншілігін таратып, басқа адамдарға да жылу беріп, қамқор бала болып өседі. Осы арқылы жан-жақтағы адамдар да одан сүйіспеншілік, жүрегіне жылу ұялатады. Және де қазіргі уақытта осындай ауыр кезеңде бір-бірімізге сүйіспеншілік бергеніміз дұрыс деп ойлаймын. Себебі барлығымыз шат-шатыман, көңіл-күйіміз көтеріңкі болып жүрсек, ауру сырқаулардан алшақ боламыз деп ойлаймын. Достық біздің тірегіміз. Досыңа адал және де тірек, қиналған сәтінде қасынан табыла білген, бұл яғни нағыз дос болып есептеледі. Қазіргі таңда екі дос бар. Амал дос және адал дос. Адал дос сені ешқашанда қиындықта қалдырмайтын, саған үнемі қолынан келгенше көмек беретін, сенің кемшіліктеріңді жауып, сенің жақсы тұстарыңды ғана айтатын дос, ол адал дос болып есептеледі. Ал амал дос сені көре алмайтын, сенің жетістіктеріңе қуанбайтын, сенің кемшіліктеріңді жұртқа жариялап, сені үнемі қиындықта тастап кететін дос. Және де қазіргі таңда адал дос кем болып келе жатыр. Біз досымызға тірек болып, ол қиналған сәтінде көмектесуіміз біздің парызымыз болды. Достар аралмасын, бейміз кеңесін танып таралмасын. Жиі бас қосып сыр шертсек, жүрегіміз қалайша жарылмасын. Күшіміз күлкілі бола берсін, қуанышқа көңіл